Барлықтарыңа сәлем, мен Нұра, және бүгінгі видеода мен қалай шакура союды үйрететін боламын. Видеом қатты ұнайды деп ойлаймын, барыма жазып лайк басуды ұмытпа. Ну что ж, видеоға кеттік. Және достар, бірінші программаларға келетін болсақ, бірінші Pixellab деген программа керек болады. Одан біз өзіміздің шрифтімізді жасайтын боламыз, ал екінші Pestach. Pestachтың бәрін обрабатывать ететін боламыз. Ал ендеше кеттік. Және достар, біріншіден Pixellab программасына кіргеннен кейін бірінші программаға өздеріңді PNG-лан таңдайсың, шрифттар ма, или өздеріңді танитын боласыңдар. Мен енді PNG-мен жұмыс істеймін. Және де бір шрифт танитын боламын, мысалы мынау. Мысалы біз бір шрифт танайық, мысалы мынау. Өзіміздің атымызға переименовать етеміз, потом оны сохранить ететін боламыз. Және достар, біз кіріп отқаннан Pestach программа кірген кейін мындай баннер алуымыз керек. Баннерді біз Google-дан тартып ала аламыз. Және де қазір өзіміздің фондарымызды қоя бастаймыз. Және де бір фон танитын боласыңдар. Ол фон енді сенен шакуляны тұратын болады. Бәрімен мен соны қайталап отырыңдар, шатаспас үшін. Содан кейін өзіміздің ең айтқанда PNG артымызды қоятын боламыз. PNG арт енді әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы Леонды алайық. Және де оны обрабатывать етеміз. Потом өзіміздің Pixellab программасына жасаған текстімізді қоямыз. Әбәдемі шыққан болатын. Енді өздеріне лайықты болу керек. Келесі видео аван қаласыңдар. Осы видеоға хотя бы 5 лайк етейік. Сонда келесі видео шығатын болады. Что ж, мен болған Нұра, барлықтарыңа сау болыңдар.